Қазіргі Маңғыстау облысында экология және геология және табиғи ресурстар министрлігімен тапсырмасымен ғарыш сапардан осындай Маңғыстау облысында 194 нүкте анықталған. Бейберекет жатқан, иесіз жатқан тұрмыстық қалдықтар, оның ішінде құрылыс қалдықтары да бар. Солар анықталып, қазіргі Маңғыстау облысының әкімдігі мен департамент экология бірлесіп, осы анықталған нүктелерді келіп тексеріп, тазалау жұмыстарын қолға алу басталып кетті жұмыстары. Жақын арада бірлескен аудан қала әкімдіктерімен үлкен жиналыс өткізілді. Сол кезде аудан қала әкімдеріне тапсырма берілді. Бұл 194 нүкте, атап айтсақ, Ақтау қаласы, Мұнайлы ауданы және Түпқараған ауданы. Алдағы уақытта Жаңаөзен айналасын және Бейнеу, тағы да басқа қалған аудандарды да анықтайтын боламыз нүктелерін. Бүгінгі таңда міне Ақтау қаласында жұмыстар қарқынды жүруде. Қазіргі таңда біздің орналасқан жеріміз Ақтау қаласының сыртындағы өндірістік аймақта. Бұл жерде шамамен 100 тоннаға жуық қалдықтар, иесіз қалдықтар жатыр. Қазір тасып шығару жұмыстары жүргізілуде. Маңғыстау облысының әкімдігімен және департамент экологиясы бірлескен осындай шараларды бастап кеттік. Қазіргі таңда мына 194 нүктенің 49 нүктесі тазаланды. Соңғы мәлімет бойынша. Енді мен айтарым тұрғындарға осындай рұқсатсыз төгілуге тыйым салынады және оны ұстаған жағдайда өзінің арнайы әкімшілік құқық бұзушылық туралы штрафтары бар, салынатын болады. Сонымен қатар алдағы өзгерістер, экологиялық кодексте өзгерістер енетін болады. Келесі жылдан бастап кез келген автокөлікке, машинамен тұрмыстық қатты қалдықтарды белгіленбеген жерге төгуге тыйым салынатын болады.